Біз бүгін мынау жылқының қазысын тұздап, айналдырып, шекке салатындарын шекке саламыз, шекке салмайтындарын тұздап пленкамен байлап жауып қоямыз. Міне мынау қазы, кей қазының нелерін қабырғаларын алып тастадық, кішкентайларын қалдырдық. Шекке неге сыймайды ғой, шекке сыймайды. Сосын қазанға, кастрюльге сыймайды үлкен болып. Мынаны қалдырдық, мынаның қабырғасы қалды. Мыналардыкін алдық. Осылай шекке сыйса шекке тығамыз, шекке болмаса пленкаға саламыз. Міне сүйегімен, мынаны сүйегімен қалдырдық. Енді сүйек кішкентай болғасын сүйегімен қалдырып, осылай шекке сыйса шекке саламыз, шекке болмаса жай осылай қоямыз. Мынау нелерін қабырғасын алып тастағам мінекей. Мынау шекке сыйса осылай саламыз. Қазір тұздап, бұрыштап, чесноктап аламын. Қазір енді тұздаймыз, бұрыштаймыз. Мына тұзды араластырып алам. Міне мынау тұз, мынау қара бұрыш. Міне тұз, қара бұрыш, сосын сарымсақ саламын, чеснок. Бірінші тұз саламыз. Міне бір қасық. 2, 3, 4. Енді сарымсағын саламыз, чесногын саламыз. Сосын бәрін араластырамыз керемет. Сосын барып бұрышын саламыз, қара бұрыш. Енді қара бұрышын саламыз. Қара бұрышты неғып алдық, сатып. Міне, бір қасық. Енді осының бәрін араластыру керек. Осыны түгел осыған жағып шығам қазір, араластырып. Жетпесе тағы да қайтадан бастайым. Тағы да 1-2 қасық салам. Тұздалмаған свежий қазы жудым жаңа. Жуып мінекей. Енді тұздап қоям. Сосын тұзы сүнгеннен кейін кешке қарата жайрақ шекке саламын. Шекке салатын шекке салам, шекке салмайтын неге пленкаға пакетке салып осылай неғып қойып пісіреміз. Чесногымен, тұзымен, бұрышымен түгел араластырып. Енді жағамын. Тұзын жаңа бұрышын түгел жағып шығу керек. Мінекей. Қазір енді бұрын сарымсақ салатын, қазіргі кезде сарымсақ салмай жүр, білмеймін, мен өзім салам. Чесногын салам, бұрышын салам, өзі қашаннан осылай істейм. Сол өзімнің рецептімен істеп жатырмын. Қазір салмайды дейді, білмеймін. Осымен тұз сіңіп, бүкіл нелерді сіңіп тұрады. Қалған сүйектерді жай неге салуға болады, өзі пісіріп жейміз өзіміз. Онда қазір осының үстіне саласылам сосын. Ол да чеснок болады, тұзы болады, бұрышы болады. Бір аяққа 6 қазы келеді. 12 қазы жарты етке келеді. Жылқының жарты еті 12 қазы болады. 24 қазы болады. Мыналарды мінекей шекке салуға болады мінекей. Майы жоқ, майы жоқ. Айдық телшік алушы еді, қазір енді телшікті алмайтын, осы телшік ау демесі бір. Әлді мынау телшік мінекей. Осы мінекей. Телшікті. Бөліп саған. Піскен кезінде чесноктың исі шығып, бұрыштың исі шығып керемет болады. Телшіктің бір жағын бөліп саған. Осылай. Түгел кетті, жаңағы салғаным 4-5 қасық тұз салдым. Бір қасықтай бұрыш ашып кетеді деп. Сосын сарымсақ. Осылай тұрады бұғып. Несі? Тұзы сіңіп, осылай тұрады. Комнатный үйдің температурада осылай тұрады. Кішкене бетін, кішкене бұлай жауып қою керек. Тұз сіңсін. Осылай тұз сіңеді. Міне қазымыз тұзы сіңді, мана тұздап қойдық. 5-6 сағаттай тұрды. Енді бұның кішкентайларын шекке айналдырамыз, а мынандай үлкендерін пленкаға.
пищевой пленкаға ораймыз. Міне мынандай үлкендерін келмейді, сыймайтындарын. Ал сиятындарын қазір көреміз, мына шекке. Сыйса шекке айналдырғымыз келіп тұр. Шекке мынандай қылып кигіземіз. Міне, шұжық сияқты болады. Қазір осы түгел кету керек. Осыдан екеу шығады шығар. Екеу қыламыз ғой. Мінекей мынау шекке айналдырған деген мынау шектің ішіне мынау қазыны саламыз. Түгел. Сонда бұл шұжық сияқты болады. Әрі шұжық, әрі қаз болып шығады мінекей. Шектің ішіне салады. Соны шекке айналдырды деген осы мінекей. Онда тығыз салуға болмайды. Шамалы өзінің несімен салу керек. Әйтпесе жарылып кетеді. Міне майын бәрін саламыз ішіне. Міне сүйектерінің бәрін мынандай қылып алып тастадық мінекей. Міне мынандай міне қабырғасы міне. Осындай қабырғалар. Бұрын вообще алмайтын. Қазір енді алып тастап жатыр ғой, білмеймін, мен вообще бұрын алмайтын никогда. Қазір енді қазанға сыймайды, кастрюльге сыймайды, қалада тұрады. Сол алып тастайды нелерінің бәрін соңғы кезде. Бұрын алмайтын, түгел сүйегіменен қос қазы деген болады, қос қазы. Екі қабырғаны былай қылып. Районда тұрғанда қос қазы қылып істейтінбіз. Сол айтады, ой, ана үйдің несі қазысы керемет болды, қос қазы қылып істепті дейді. Мына кетіп қалмасын деп, мына жіппенен байлаймыз. Ашылып кетпесін деп, түгел мына теседі. Енді сыйғанша саламыз, сыймаған неге пленкаға саламыз. Пищевой пленкамен ораймыз. Пищевой пленкамен орайды, пакетке салады, анадай мешочекке салады кейбіреулер. Бір жылқыдан 24 қазы шығады. Жарты етке 12 қазы келеді. Жарты ет алсаң. Бір аяққа 6 қазы келеді. Осыны бір табаққа саламыз неке. 2 табаққа осылай. Сосын бөліп тураймыз. Мынау қазының майлары сыймай жатыр. Майын алып тастап бөлек пленкаға салып қоямыз. Сыймағаннан кейін бұны түгел бөліп тастадық енді майын. Майын бөліп тастап, сол бөлек қып бір неге табаққа салатындай қып бөлек қоямыз енді. Мынау екеуін ғана орадық, екеуін ғана неге салдық? Неге шекке. Ендігісін бәрі мынау сыймайды. Енді міне пищевой пленкаға ораймыз. Міне пищевой пленкаға орап қойдық. Мына шекке сыймайды мынау. Семіз. Шекке сыймағаннан кейін мына пищевой пленкаға салып, ана майлар ешқандай кетіп қалмас үшін осыған ораймыз. Піскеннен кейін алып тастаймыз бәрін. Пленкаларын алып, сосын табаққа тураймыз. Сонда мына майлары бәрі тұтас тұрады. Пісіргенде пленкамен осымен пісіреміз. Пленканы кейбір кезде піскесін алып тастаймыз, ана еті дұрыстап піссін деп. Ал не қылмаса етімен осылай салып пісіреміз. Содан кейін турар кезде алып тастаймыз. Пленкасыз пісіргенде май кетіп қалады. Сол кетіп қалмасын деп пленкасын алмаймыз. Ал енді кішкене етті былай қараймыз ғой, қатты болса, ана не қылған еттер қатты болады, майы піседі ғой. А еті қатты болса, онда пленкасын алып, қайтадан етін пісіру керек. Бұл ненің қазының еті қатты болады. Анадай қыртыстары қатты болады. Сол үшін алып тастауға да болады. Көреміз енді. Былай мына шетінен қараймыз мінекей. Қатты болса, пленкасын алып тастап тағы пісіреміз. Ал пленкасын алып тастасаң, май езіліп кетеді, қиын енді. Май езілмеу керек қой, неғұрлым. Май түгел бетіне шығып кетеді. Үлкен шектер жоқ, мысалы үлкен шек болса, сразу шекке салуға болады. Шекке салғанда әдемі болады. Ішінде тұрады бәрі. Ірі жылқы болса, шегі үлкен болады. Шегі. Бұл енді жас болғасын, шегі кішкентай. Мынау ғой мінекей, мынаған қалай сиет. Ірі малдың шегі үлкен болады. Бұл ірі емес, жас мал бұл. Жас болғасын, шегі не болып отыр. Міне мынау кетіп қалмасын деп, мінекей жіппен де байлаймыз. Колбаса сияқтап мінекей. Баяғы кезде пленка деген жоқ, марлыға салып, сосын жұқа зон материалға салып, сөйтіп барып байлайтын. Көбінесе марлыға салады. Қазымызды пленкаға салдық мінекей. Орап, бәрін кетіп қалмасын деп. Мінекей сыртын байладық. Бір аяққа 6 қазы келеді міне. Сол 6 қазы мінекей.
мыналарды бөлдік, бөлетін бөлдік. Мына телшіктерді бөлген. Мынаны пісіргенде енді осылай саламыз. Сосын мына қыртыстарын етін байқаймыз. 1,5-2 сағатта пісуге тиісті қазы. Ана қазының майы кетіп қалмас үшін мына несін 2 сағат пісіреміз де, сосын мына қыртысын етін мына шетінен ашып қараймыз. Егерде мына қыртысы еті қатты болса, онда мына пленканың бәрін алып тастап, тағы пісіреміз 1,5 сағаттай. Соныменен пісіп шығады. Бұрын біз пленка пісіретінбіз. Марлыға салып, марлы болмағанда пленкасыз жай. Мына телшіктер ғой, мынау телшік, ана телшік екеуін бөліп тастаған. Мінекей. Болды. Телшік мынаныкі. Әдемі. Керемет болып шықты. Мынаны шекке айналдырдық. Мынаны жайын еттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мыналар жай неғылған, мыналар бөлдік қой. Мынаның бөлгенін мынаған салдық. Мынаның бөлгенін шекке салдық. Бұл да қазы, айналдырған қазы. Енді бұны неге морозильникке салып қоямыз. Ал морозильник болмаса қазір енді далаға сақтаймыз. Кептірген бұл сушеный болып кеуіп қалады. Далаға іліп қойсаң. Бұлай нелерге бүйтіп алып іліп қойсаң, кеуіп тұрады. Оған қорқасың, тышқан бар, не бар деген сияқты. Біздің каналға жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Рахмет қарап жатқандарыңызға. Бәрі де айтады, қараймыз, көреміз. Кейбіреулер жасаймыз дейді. Баяғыда әжелеріміз жасайтын, шешелеріміз жасайтын деп балаларымы үйретіп жатырмын. Сендерге жастарға үйретіп жатырмын. Білгенімше айтып жатырмын.